Алматы, Талдықорған, Семейдің тағы біраз жері осы Түркістан автономиялық республикасына қараған. Сонда өзіп осы Ташкентте келгенде, Ташкентте мына қазақ әдебиетінің мәдениетінің білгірі профессор Тұрсынбек Кәкішев қазақ әдебиет сынының тарихы дейтін еңбегінде сол 20-шы жылдары Ташкент қазақ зиялыларының, алашордашыл зиялыларының орталығы болған еді дейді. Яғни ол кезеңде Ташкентке мынау Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Халел Досмұхамбетов, Мыржақып Дулатов, әлі мына Сұлтанбек Қоджанов, Нәзір Төреқұлов, Тұрар Рысқұлов, ол енді айта берсек, солардың барлығының шоғырланған еді. Мұнда көптеген газеттер, Ақ жолдан бастап, көптеген журналдар, Шолпан, Сана, Лениншіл жас, сол кезде бір газет болып, бір журнал болып шыққан, осылар шығып тұрған. Сонда өзі бәрінен бұған белсене қатысқан, өзі тіптен Шолпан журналының редакторларының біреуі болған, Тоқтабаев екеуі болған. Сана журналының редколлегия мүшесі болған. Үзбей мақалалары басылып тұрған сол журналдарда, Ақ жол газетінде. Сонда сосын жаңа өте дұрыс айттың, Жүсіпбек Аймауытов та кейін келіп Ташкентке университетке оқуға түскен екен. Сонан соң 26-28 жылдары осы Шымкенттегі педтехникумда директор болған. Ал енді Әуезов пенен Аймауытовтың екеуінің достығы, туыстық байланысы дейтін ол өз алдына бір үлкен әңгіме. Екеуі бірінші мақалаларынан бастап бірге жазған, екеу деген бір көншатпен мақалалар жазған. Бұл Жүсіпбек пенен екеуі тығыз байланыста болған. Сондықтан әрине біз дәл пәлен күні осы Шымкентке келіп кетіп 20-шы жылдар деген ондай мағлұмат жоқ, ал келмеуі тағы мүмкін емес. Сонан соң осы Әуезовтың өзінің мына шығармаларына, болашақ шығармаларына материал жинаған кезде айталық әлгі Қилы заман, сосын Түнгі сарын пьесаларына Алматы облысында көптеген материал жинады. Сонан соң Әуезов мына бүгінгі тақырыпқа шығарма жазу керек деген не қойған кезде, алдына мақсат қойған кезде, енді оны жазушы әрине мына күнделікті өмірмен байланысты. Ол бүгінгі тақырыбына жаза ма, тарихи тақырыпқа жаза ма, сондықтан ол әр уақыт өзінің кейіпкерлерінің ортасында халықтың жай күйімен таныса жүру керек. Мына әлгі 32-ші жылы Әуезов қамаудан шығып, ол әлгі өзі жаздым, жаңылдым деген жағдайы бар. Сосын бүгін тақырыпқа ойысам деген несі бар. Сол кезеңде оның мына біздің Түлкібасқа келуі ол жайдан жай емес. Жаңа 33-ші жылы өзің айтып отырсың, Әуезов 2 рет келген екен. Оның материалдары жөнінде өзіңнің бір кезде әлгі Әуезовтың Түлкібастағы іздері деген бір мақалаң шыққан еді ғой кезінде. Осы тақырыппен өзіңді айналыстың біраз. Сол жөнінде өзіңді біраз мына оқырман көрермендерге түсінікті болу үшін сол кезең жөнінде, сол шығармалар жөнінде кішкентай айтсаң деп отырмын. Жереке, мына жақында осы тамыз айының соңында Қостанай қаласында Мұхтар Әуезовтің қазақ әдебиетін дамытудағы рөлі деген тақырыпта ғылыми теориялық конференция өтті. 5-6 академик қатысты, біраз жазушылар қатысты, тіл басқармаларының өкілдері қатысты Қазақстан бойынша. Сонда да жаңағы тіл туралы Әуезовтің мынау тілді дамытудағы, оның сан түрлі проблемаларын қозғаудағы және тікелей өзінің қазақ тілін байытудағы, дамытудағы, қолданудағы рөлі керемет жан-жақты ашылды. Мәселен, біздің Мұхтар Әуезов өзінің шығармаларында жалпы сөздік қоры тұрғысынан алып қарағанда 26-27 мың шамасында сөз қолданса, мына әлемдік әдебиеттің классигі Шекспир мысалға сол 18-20 мыңнан қайтады екен. Осы мәселе қызғылықты әңгіме болды. Сол Қостанайда мысалы Мұхтар Әуезов Қостанайда болды. Газеттерде ол жөнінде басылды ғой материалдар. Қостанайда болды ма деген мәселені де айтып жатыр. Оқырмандарды, мына көрермендер жақсы түсінуге болады. Әркім осындай ұлы кемеңгер адамды, мұхиттай терең адамды өзіміздің жерде болды ма, мынау біздің ауылға келді ма дегендей, келіп кеткен болса екен дегендей үміт
үмітте болады, арманда болады, оны түсінуге болады. Бірақ бұған қарап ана жершілдікті қоздыруға тағы болмайды. Кейбіреулер ойлайды, осы Мұқаңды оңтүстікпен көп байланыстырады, оңтүстікке тартқысы келеді деген пікір де дұрыс емес. Ол Мұқта өзіңіз айтқанда. Иә. Одан кейін сөз алған таусағыз бен көксағыз, көктемнен бері, одан кейін істері айтады деген бар. Іздер мен білекке білек бар. Бес алты шығарма жазу деген, ол әлгі келген бір-екі сапарында, ол әшейін жай сапар емес. Ол жаңағыдай, осы Әуезов сияқты жазушының соншалықты көңілін аударып, соншалық бірнеше шығармаларына арқау болу деген, ол үлкен мәселе. Ол Әуезовке үлкен әсер етті деген сөз ғой. Одан кейін Бұны керек болса, жаңа айтып болсын, асханада келіп тамақ ішіп кетті деген жөнесі зерттеп жүрді. Ал мынау үлкен зерттеуді қажет ететін мәселе. Ал енді байқап қарасаңыз, жаңа өте дұрыс айттыңыз, сол жаңа 32 жыл түрмеден шыққаннан кейін, жаңағыдай кешірім сұраған болып, хат жазғаннан кейін, бүгінгі тақырыпқа бет бұрам дегеннен кейінгі келген кездері ғой. Ол кісінің енді көңіл күйі қандай болған кім біледі. Мына 50-60 жылдарда келген кезінде қасында жүрген ағаларымыз, апайларымыз әлі бар, көзі тұр. Ал енді 30 жыл келгенде қасында жүрген адамдармен кейіпкерлер қайтыс болып кетті. Жаңағы Жуалы колхозшысы менен білекке білектегі кейіпкерлері қазіргі біздің Түлкібас ауданындағы Шұқырлақ ауылының аты бірнеше рет аталады. Екі очеркте де аталады, және сондағы адамдардың аты, мынау Азаттылық колхоз дейміз, Азаттық. Ол кісінің очеркінде Азаттық деп аталады. Красная звезда колхоз дейміз, бұрынғы Корниловка қазіргі жас кешу, сонда да болған. Сафар деген кісіні жаңағы кейіпкер етіп алады. Ал енді архивіндегі деректерде өздеріңіздің көрсетулеріңіз бойынша Сафар Тілеуімбетов деген кісі тікелей болған адам екен, сол кісінің аузынан сөз жазып алады. Дұрыс. Архивте ол жөнінде арнайы бір блокнотында арнайы беттер бар. Ол туралы өте көп нәрселер айтуға болады. Ол кісі Шұқырбұлақ колхозынан дейді, арбаға мініп Вановкаға келдік дейді. Сол Вановкадегі жағдайларды айтып келеді, жаңағы Ауатком дейді ғой, аудандық атқару комитетінің төрағасымен, оның алдындағы адамдармен сөйлескені, арбада келе жатып, жаңағы Шұқырбұлақтың адамдарымен әңгімелескені, одан кейін Азаттықпенен Вановканың сол кезде қазіргі Тұрар Рысқұлов ауылының ортасында көпірдің, ескі көпірдің жөнделіп, жаңа көпірдің салынып жатқаны, осының бәрі тәптіштеліп баяндалады. Және өзінің Мұқаңның кәдімгі төгіліп тұратын тілі пайдаланылады очеркте, сонымен қатар кейіпкерлердің тілі. Жергілікті диалектілік ерекшеліктер. Ана автор соны өзгертпей алдым деп түсінік берген өзі. Соны өзгертпей алдым деп түсінік береді, және бірнеше жерінде жүдә, шыли, жүдә әм деген. Біздің қатын жүдә әм бүйтті, ана орыс қатынына ұқсамайды, біздің қатын олай дейді, бұлай дейді деген сияқты мысалға ауызша сөз қолданыстары сол күйінде кәдімгі адамдардың сол кездегі тіліменен, сол кездегі ерекшелігіменен айтылады. Енді қысқартып айтқанда, бұнда көп сыр бар. Колхоз үшін күрес деген роман жазбақшы болды. Оны социалист Қазақстанда жазып жатырмын деді, бірақ жазбады. Оның да сыры бар. Сонымен бұл тақырыпта да әңгіме көп керек. Жоқ, қалай болғанда, бұл Әуезовтің творчествосындағы бір кезең өзі. Оны кілтін тапқан сияқтысың. Бұл арғарап зерттеліне беру керек әрине. Ал енді мынау 59-61 жылғы келу, ол өз алдына бір кезең. Ол жөнді әрине басқа әңгіме болар деп ойлаймыз. Рахмет. Рахмет. Получается под